Так, ассалаумалейкум. Бүгін блок 5. Историк прикол ечкен. Так, бүгін температура -10. Айтайын дегенім, КамАЗдарымыз түтіндеп атқан жоқ, и оталдырғанда да ондай түтіндеген жоқ. Бүгін түтіндеген жоқ, өйткені күн жылы. Түнде жылы болды. Қайта 2 күн тұрып қалды техникалар, бірақ сондай түтіндеген жоқ. Так, бүгін подписчиктердің біреу сұраған еді. Экскаватор Hyundai 1400-ге обзор түсіршіп дос. Деп, міне сонымен бүгін экскаватор Hyundai 1400-ге обзор түсіремін. Так, бұл экскаватор жайлы не айтса болады? Бұл экскаватор 2009 жылғы Hyundai 1400 W7A деген кузовта серия. W7 поколение, поколение, 7-й поколение. А деген модель, ол как бы рестайлинг сияқты. В общем, как рестайлинг. Бұдан кейінгі модель уже Hyundai 140 деген шықты. 140 1400 деген ол экскаватордың жалпы салмағы мына жерде 14 деген 14 тонна. 140 деген тоже 14 тонна. Экскаватордың салмағы 14 тонна. Гидравлический насос, гидросистема. Рабочее давление 320 бар в среднем. 320 барда насосы давить етеді. Насос, по-моему, мен білім бойынша бұл жерде корейский емес, Камацу, японский насос тұр. Енді моторлары бұл жерде бөлінеді. Каменск мотор болады. Сосын Hyundai моторы болады. Сосын тағы Каменск мотор, Hyundai мотор. Жаңа сөйлеп келетіп, түсіндіріп келетіп, кішкене жаңылыс қылдым. Ладно, кеттік дальше. Так, Hyundai 1400-де. В общем, сөздің қысқасы қазақша айтқанда 1400 экскаватор. Бұл колесный экскаватор 14 тонналық айтқандай. Бұның преимуществолары то, что бұда дөңгелек. Колесный экскаваторлар негізі, дөңгелекті экскаваторлар негізі гусеничный экскаватордан бағалары қымбатырақ болады бұлар. Бұлар қайта олардан кішкентай болса да, бұлар қымбатырақ болады. Универсальный да. Бұны бұл техникамен объемында да қасса болады, кішігірім жұмыстарда істесе болады. Сонымен мобильный, универсальный. Бұл сол деген үлкен преимущество деп ойлаймын менің ойымша. Бұл жерде насосын айтқандай 320 бар давить етеді деген. Бұл ковшты негізі бұл ойым болып жүр ковш. Мына жерде 0,68 кубтық ковш өзінің родной солай жүреді. Бірақ қазіргі конкурентный заманда мынандай объемдармен көп жұмыс істегендіктен ковшын 0,8, 0,9 қылып үлкейтем деп шешім қабылдадым. Өйткені менің ковшым кішкене тозғандықтан кішкене үлкенірек ковш жасатқызып, размері, диаметрі бәрі осындай болады, тек қана тереңдігін, ковштың тереңдігін үлкейтіп, сондай ковш жасаттырамын бұйырса. Бұл экскаватор негізі жеңіл көліктермен салыстыратын болсақ, Toyota көліктері мысалы надежный. Бірақ Toyota как Toyotаны енді Камацу, японский Hitachi сондай экскаваторлармен салыстырса болады. А Hyundai примерно как тоже надежный. Сонымен бұның ең басты маңызды фактор то, что неге именно Hyundai, өйткені запчастары арзан, доступный. Радиаторым кетіп қалды. Жеги. Радиатор пиздохын стайгер дейді. Төбесінен анау клейлеген жерлер кетті ғой. В общем, жағдай мынандай болды. Қазір айбол хабарға шықты. Бүгін экскаваторға обзор түсіремін, нетемін деп сөйтіп жүргем. Бірақ айбол хабарласты да радиатор кетіп қапты айболдың. Енді радиатор іздеуге барып жатыр. И сондықтан жаңағы радиаторды
жаңа радиатор алып сала салам деп чечтим. Сонымен жаңа радиатор сатып алганга іздеп отыр. Так, сонымен асығып келе жатырық. В общем, барлық жерді көріп, жаңағы Нұрсат базарына келдім. Қазір берса осы Нұрсаттан радиаторымызды аламыз. Кетеміз тез-тез. Тағы да майын ауыстырамыз. В общем, жаңағы кетейін деп тұрған жаңағы сапожок, трубка, сосын жаңағы тағы да басқа жерлердің, где надо подлататься, тез подлатать етеміз да. И қайттан оны ходқа қою керек. В общем, это надо на автомате тез жасау керек. Уақыт жоғалтпау керек, а уақыт ол ақша. Уақыт ақша. Және объем. Так, вот, один экскаватор работает. Сегодня приехал второй. Ох, блин, ой, блин. Сейчас ховы должны подъехать 5 штук. И мы сейчас полную силу начнем работать. Осталось только оплату ждем. В общем, сол базарда жүрмін. Қазір радиатор іздеп жүрмін. Радиатордың екі түрі болады. Трехрядный және четырехрядный болады екен. Соңген шадринский болады екен, сосын медный болады екен. Мен қандай керек, қандай, в общем, іздеп жатырмын, түсінбей жатырмын да. Трехрядный дейді. Простой КамАЗдарда обычно тұрады екен. Бірақ бір кісіден сұрасақ, оның КамАЗы қызып жүр екен, потом ол трехрядный салған екен. Содан КамАЗы жақсы болып кеткен екен, в общем. Трехрядный ал деп жатыр батя. Үлкен кісілер бір-біріне айтып. Соны мен қайдай алатынымды білмей жүрмін. Мен ойым бойынша четырехрядный дұрыс екен, визуально қазір қарамасам не разницалар бар екен. Разница үш рядтық и 4 рядтық екі радиатор мысалы. Міне үш рядтығы. Бұл үш рядтығы, ja. Бұда айырмашылығы қалыңдықта. Мынау қалыңырақ. Қалыңырақ. Мынау жоқ, мынау жұқарақ, ja. Мынау жұқарақ. Аппат мынандай. Бірақ ішінде мына жерде ряд тұру керек, мына жерде ряд жоқ. А так тура сондай. Веткасы да бәрі бірдей, просто бір ряды жоқ. Бір ряды жоқ. Мынау 4 рядтың көрсеткен. Іші қалың, онда ештеңке жоқ. Екеуісінің жаңағы ішіндегі веткалары бәрі. Мынау 4 ряды. Бірдей. Бәрі бірдей. Мынау да 4 ряды, только просто бір рядқа лишний, больше. Көбірек. А так қалған бәрі, мына бір веткалары қалыңырақ, малыңырақ, онда ештеңке жоқ. Бәрі бірдей, оңыстау. Бәрі бірдей. Сонымен жаңағы қандай радиатор алу керек? 3 рядтық ба, жоқ 4 рядтық, осы жайлы спор болып қалды. Жаңа папамен спорт етіп, мен трехрядный ал деймін, папа 3 рядтық ал дейді, в общем. Сонымен, короче, ален-мален келгенде, в общем, 3 рядтық алдым. В общем, папа был прав, оказывается. Теперь енді түсіндіріп өтейін. Жігіттер, КамАЗистер, екеуісінің литражы бір екен ғой. Екеуінің литражы бір литр. То есть, получается, веткілері жаңағы шрядтықта потолще да, қалыңырақ. Сондықтан да, в общем, евро КамАЗға, простой КамАЗдың радиаторын саған ол жақсы екен. 3 рядтық алып салу керек екен. Так, бұл не? Бұл десятка КамАЗдың радиаторы негізі. Простой КамАЗдың 3 рядтық, 4 рядтық емес. Короче, сұрап, біле. В общем, осы дұрыс деп айтады ғой, в общем, елдер. Өстіп айтып жатыр, осы дұрыс деп, трехрядный. Өйткені бұл литражы, екеуісінің литражы бірдей екен. 4-пен, міне. Сенікі өзіңде де 3 тұрған екен ғой? Өзінікі де 3 екен. Евро КамАЗ негізі 4 жүреді екен. Өзінікі, значит, у тебя мененный радиатор, получается. 3 салған кезінде. Бірақ ескіріп кетті бұл радиатор, тозып кетті. Жамап шаршап кеттік, в общем. Жамалған жерлері қалмады. Бәрі бомбленный. Көп нелері жабық шығар. Ох, ана крепленияларын лақтыру керек екен мынаны. Так. Что еще? Кабинаның несі, трубка.
Мына жақта мына шайба кімге? Азаматқа керек. Шайба бар. Сапожок. Сапожок мынаны айттың ғой, дұрыс қой? Иә. Осы да арзанның қымбаты бар. Шеше бересің ба? Нормальный ол. Сапожок. Радиатор не құлағын салайын ау. А бөлек көріп пе екен? Жоқ, мына шеше. Сапожок. В общем, обед ішіп болдық. Қазір КамАЗдың радиаторын уже устранили. Жаңа айтайын дегенім, жерде бәрі еріп кетті. Қазір Алматыда жаз шығып кетті. В общем, еріп атыр бәрі. Қазір объектке бара жатыр, КамАЗ арттан келе жатыр. Так, погоданың температураны қараңыздаршы. Плюс 5 көрсетіп тұр ғой машинада. Числоны айт, числоны. И бүгінгі число, бүгін 11 январь. Плюс 5 градус. Кеше ғана аяздар болып тұрған, бүгін плюс 5. Ё-моё, ермек қойса екен деп тілеп отырмын. Ерсе бычыт боламыз санау. Объектіміз езіліп, балшыққа жыланып, жұмысымыз жүрмей бычыт боламыз. Ертең қайтан суытып кетсе екен. Сол. Так, сонымен қазып атыр котлован. Түстен кейін болды. Так, за руль Нұрлан сел. Екі экскаватормен қазып атыр. Нұрлан. Тасты көрдіңіздер ма? Есім шыққандар шеттіп. Алып тастау керек. Так. Азамат ертең ала берсам, уедет, в общем, на перегон техники. О, Қызылордаға кетеді.